Ассалаумағалейкум қадірлі көрермендер. Мен Сариев Ерлан Аманғалиұлымын. Акционерлік общество Данстройдың бүгінге дейінгі директорымын. Және 3 жылға 16 жылдан 19 жылға 20 жылға дейін Тол құрылыс компаниясының доверенісі болып, соны представлять еттім. Енді айтайын дегенім осы Байболат Абдыразақтың интернетте берген сұхбатынан кейін мен де өз жауабымды берейін дедім. Бұл қарыз деп айту үшін сенің қолыңда договорың болу керек. Ол договор казначействода регистрацияда тұру керек. Акиматпен жұмыс істегеннен кейін бюджетпен. Ақшаның бәрі казначейство арқылы өтеді. Акимат ақшаны аударамайды. Сонан кейін істеген жұмыстарыңа формы жабасың. Мұны бүкіл құрылысшылар біледі. Форм номер 2 деген бар, акт выполненных работ. Сонан кейін акт сверки деген болады. Біреу саған қарыз болса, міне мынаны акт сверкін қол қой дейді. Сол қағаздар арқылы сотқа беріп жеңу керек. Себебі мен Давыденкоге қағаздардың бәрін дайындаңдар, біз сотқа береміз дегенде бір қағаз шығарып бере алмай қойды маған. Қағаздардың бәрі действительно фальшивый жасалған. Мен бәрін халыққа көмектесіп, бүкіл рабочылардың зарплатасын жауып бердім. Және де айта кетейін дегенім, мына Байболат Абдыразақтың берген сұхбатында Бауыржан Байбек және Макежан Сұлтанбек бөлінген ақшаның бәрі қалтамызға салдық деп жала жауып отыр. Және де бұл жақыным емес, мен туысқаным емес, Байбек те менің туысқаным емес, Макежан да туысқаным емес. Бұлар өздерінің азаматтық борышын халық алдында, осы халық сайлаған бұл кісілерді ел басқарады деп, сол халыққа көмек жасап, рабочылардың зарплатасын жабуға көмектескен адамдар.